Сәлем қыздар, сіздермен Мадина. Бүгін сіздермен маклубе тағамының ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Алдымен етті осылай турап аламыз және картопты осылай дөңгелек етіп тураймыз. Және сәбізді де осылай турап шығамыз. Содан кейін баклажанды да турап шығамыз. Барлығын дайындап алдық. Ең алдымен етімізді пісіріп алатын боламыз. Табаға майды құйып, етті салып, қуырып аламыз. Кәдімгі тамақ дайындап жүргендегідей етті алдымен осылай қуырамыз. Үстінен бір тісше сарымсақты салып қуырамыз. Бір ас қасық соя соусын құйып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш салып, бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Бөлек ыдыста қызып тұрған майға картоптарымызды салып қуырып аламыз. Осылай қызару қажет. Екі жағын қызартып, қуырып осылай аламыз. Картопымызды қуырып алдық. Енді кезекте сәбізімізді қуырамыз. Қатты күйдірмей, осылай сәл қызарса жеткілікті. Сәбізімізді бөлек ыдысқа алып аламыз. Содан кейін баклажанды екі жағын қызартып қуырып аламыз. Барлық көкөністерімізді қызартып қуырып алдық. Енді кезекте күрішті пісіретін боламыз. Ыдыстағы артық майды алып тастап, күрішті салып қуырамыз. Үстінен мен палаудың приправасын салдым. Куркума салсаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Осылай араластырып қойып қоямыз. Енді осындай бөлек ыдысқа барлығын жинайтын боламыз. Астына бірінші пиязды, үстінен сәбізді қойып шығамыз. Үстінен піскен етімізді саламыз. Осылай шеттеріне де қоюды ұмытпаңыздар. Төңкерген кезде әдемі болып шығатын болады. Картопымызды саламыз. Үстінен баклажанды саламыз. Үстінен басып қатты басамыз. Төңкерген кезде шашырамас үшін. Кішкене тұз саламыз. Үстінен қуырылған күрішімізді салып, қатты нығыздаймыз. Басып жіберіңіздер. Жаңағы еттен қалған суын осылай үстінен құйып жібереміз. Сонда өте дәмді болып шығатын болады. Мінекей үстінен басып қоямыз. Енді пешке қоятын боламыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, күріштен сәл ғана асу қажет. Суы қатты қайнағаннан кейін астын баяулатып пісіреміз. Шамамен 35 минуттан кейін пісіп шығатын болады. Дайын болған күрішімізді осылай төңкеріп алшамыз. Мінекей қараңыздар, қандай күшті болып шықты. Енді үстінен кішкене сәбіздері жабысып қалған екен астына. Соны қойып шығып, жан-жағына салатымызды саламыз. Салат өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орталарына айранды құйып ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайтын болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.